Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәмі керемет болып шығатын жұмсақ етті бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Үй жағдайында өте қарапайым заттардан жасалынады. Жақындарыңызға жасап беріп, қуантып қойыңыз. Дәмі керемет, жұмсақ, өте керемет. Ең алдымен ұнды елеуіштен өткізіп аламыз. Мұздай сары майымызды ұнға аунатып отырып, осылайынан үккіштің көмегімен өткізіп аламыз. Өткізіп болған соң қолымызбен крошка жасайтын боламыз. Бәрін біркелкі сары майымыз біркелкі араласу үшін. Осылайынан жасап алдық. Енді бір стакан айранымызға бір шай қасық тұз, сода салып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Бірінші қасықпен кішкенде араластырып, енді қолымызбен қатты қамыр илейтін боламыз. Құрамында май мен айран болған соң, ол піскен кезде өте жұмсақ болады. Илеген кезде қатты болғанмен, піскен кезде жұмсарады, әдемі болып. Қамырымызды жақсылап илеп алдық. Енді оны жарты сағатқа тынтып қоятын боламыз, салфан пакетке салып. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Менің видеом, рецепттерім ұнаса, каналыма тіркеліп қойыңыз. Лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Сонымен қатар менің каналымда басқа да рецептің түрлері бар. Енді ішіндегі салмасын турап алып, татымына қарай тұз, бұрыш және зира қосып, араластырып дайындап аламыз. Енді қамырымыз жарты сағаттан соң тынып болған соң, оны екі бөлікке бөлетін боламыз. Жарты бөлігін үлкенірек қылып, жарты бөлігін кішірек қылып бөлетін боламыз. Үлкен бөлігін қамырдың астыңғы бөлігіне жайып, салмасын салатын боламыз. Салмасына пияз, ет, шимайды қосып, шимай болмаса, қойдың құйрық майын қолдансаңыздар болады. Астыңғы бөлігін осылайынан жайып алдық, енді үстіңгі бөлігін жаятын боламыз. Оған дейін пешімізді қыздырып алатын боламыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, қамырымызды жайып, енді салмасын саламыз. Салмасын салып, жан жақтарын бір тегіс қылып, бір келкі қылып саламыз. Енді үстіңгі бөлігін қойып, бәрін біріктіріп шығамыз, шеттерін бәрін. Енді видеодағыдай самсаны түйгенде осылайынан жан-жағын әдемілеп түйіп шығамыз. Түйіп алған соң жұмыртқаның сарысын бетіне жағамыз. Бетіне жағып болып, бетіне күнжіт себеміз. Және де шаншқын көмегімен осынай узор жасасаңыздар болады.
күнжіт сеуіп 180 градуста 30 минутқа пісіруге жібереміз. Және ортасын осылайынан кесіп қойды ұмытпаңыздар. Біздің етті бәлішіміз дайын, өте жұмсақ, дәмді, ауызда ериді. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.